Баяғыда бір жолаушы келе жатып сандық тауып алады. Ашып қараса алтын тас жатыр. Құдайым жоқ жерден берді ғой деп шаттанған бейбақ алтынға қолын соза бергенде, алтын тас үлкен жыланға айналып өзіне тап береді. Ей бейшара, не тапсаң да өз сорыңнан көр. Сандықта жатып мың жыл бойына біреу мені босатса алтынмен аптап, күміспен қаптаймын деп тіледім. Ешкім құтқармады. Бүгін кім мені құтқаратын болса, соны жұтамын деп серт бердім. Сен кезіктің, енді сертімді орындаймын дейді. Жолаушы шыр-пыр болып жалынса да жылан көнбейді. Кенет оның көзі оты жолаушыны шалады. Қуанған жолаушы олардан араша сұрайды. Олар жыланнан қорқып, бұл жылан алып екен, бұған шамамыз жетпес деп кетіп қалады. Жылан жақындай түседі. Бейбақ, өлген жерім осы болды дей бергенде, тағы да 5 кісінің сұлбасы көрінеді. Жолаушы құтқар деп жалынады. 30-дың шамасы жетпегенде, бізден не күтесің деп, олар да кетіп қалады. Жылан төне түседі. Бейбақ иманын үйреді. Сол кезде бір аласа бойлы адам келе қалады. Ей жылан, мына бейбақтың не жазығы бар деп сұрайды. Жылан мән жайды баяндап, 30-дан қайыр, 5 жаннан пайда болмағанда, сен не істей аласың, жолыңнан қалма дейді. Аласа адам, ей жылан, жазықсыз жанға жала жаппа, өтірігіңе сенбеймін, айтқаның рас болса, мына денеңмен кішкене сандыққа қалай сыйдың? Көз көрмей, көңіл сенбейді дейді. Жылан бұлқан-талқан ашуланып, сандықтан қалай шықсам, солай сыйып та кетемін, дейді де түтінге айналып, жоғары көтеріліп, сандыққа кіріп кетеді. Аласа адам сандықты тарс жауып, жыланнан құтылдың, енді жолыңнан қалма дейді. Жолаушы қуанып, айланды асырдың батыр, қарыздармын, жөніңді айт кімсің дейді. Бұл жылан орынсыз айтқан өз сөзің, 10 пәленің 9-ы тілден, орынсыз сөз иесін қабады, ақылды адам тілін буады. 30 кісі ұстамаған оразаң, 5 кісі қаза қылған 5 уақыт намазың, құлшылыққа салғырт қарадың, олардан қайран болмады. Бірақ сен жұма сайын 7 шелпек пісіріп, кедей-кепшіктерге садақа бердің. Мен өзің пісіріп таратқан шелпекпін. Сені құтқаруға Құдай жіберді депті. Ендігі бір аңызда 7 шелпектің қауіп-қатерден сақтайтыны былай айтылыпты. Ертеде бір аңшы болыпты. Ол қыран құсты болып саятшылық құрады екен. Аңға шыққанда бірнеше күн жүріп, қанжығасы майланып оралып жүреді. Бір күні ол тағы да тауға кетуге әзірленеді. Құзар шыңға ұя салатын ақиық қыранның балапанын үйіне келіп баптауды ойлайды. Сапарға шығатын күні ұйқысынан шошып оянады. Бір бәлені жүрегі сезеді. Әйеліне мен аңға шыққан мезетте 7 шелпек таратып жібер деп тапсырады. Әйелі жарайды айтқаның болсын деп, ер аттанған кезде 7 шелпек пісіріп көршілеріне таратып жібереді. Жұрт қабыл болсын деп күлше наннан дәм татысады. Аңшы бұдан бұрын да бүркіттің балапанын алып кетеді екен. Қыран аңшының тағы келерін сезеді. Олжа іздеп кетер кезде ол балапанын тауға манаттайды. Бөгде біреу ұяма тиісіп, балапанымды алып жатса, жартасты жаңғырықтырып хабар берерсің. Оны құздан лақтырып көздерін ояйын дейді. Тау бүркіттің өтінішін қабыл алады. Бір шама уақыттан соң қыран ұяға келсе, балапаны жоқ. Ол аңшының алып кеткенін біліп қатты налиды. Тауға саған хабар жеткіз деп едім ғой, балапанымды неге беріп жібердің деп ренжиді. Тау, мен саған хабар бергім келген. Бірақ аңшы балапанымды алып жатқанда 7 күш 7 жағымнан басып тырп еткізбеді. Қозғалуға мұршам болмады деп ақталыпты. 7 күлшенің шарапаты алып тауды басып, аңшыны бәледен сақтапты. 7 шелпек 7 түрлі бәледен сақтайды деген сөз осыдан қалған деседі.
Әрине, осыдан кейін барлығымыздың ойымызға жеті шелпек неге жетеу деген сауал келеді емес пе? Жеті шелпектің жетеу болуы жайлы аңыз оңтүстік Қазақстан өңірінде жақсы сақталған. Қазығұртта өмір кешкен Ысқақ Қожа есімді әулие кісі болыпты. Ол ел жұртын адамгершілікке, арлылыққа, ізгілікке шақырып, зұлымдықтан тыйып отырады екен. Ысқақ Қожа дүниеден өткенде баласы Исмайыл Қожа әкесін жерлеп, қырқына дейін бейсенбі күні жеті шелпек пісіріп халыққа таратыпты деседі. Бір күні одан біреу: тақсыр, неліктен жеті күлше таратасыз? Бір күлше берсе болмай ма деп сұрапты. Жеті күлшенің сауабы жеті атаңа, одан асса 70 атаңа кетеді. Ал бір күлше өз қарабасыңа жетеді депті. Садақаға таратылатын күлшенің жетеу болуында да осындай мән бар екен.